мына жерден кішкене бір тисе жақтан көке тарабыз көке апамыз деген құдай өзі сонымен бойға шыққан вызовын қабылдадым, ой сонымен де шығатын шығармын ертең. Сен семьяңды, қызыңды иіп, өзіңнің әйеліңді қалдырып кеткенің, это батырлыққа жатпайды. Просто айтшы, қайдасың сен қазір? Точный жеріңді айтшы, тұратын. Сәлем достар, сіздермен бірге Кубай, бүгін көретіндеріңіз. Сол көрсеңіз болады, қаната. Спокойно женесіз. Ақшаласыз ол бір, одан қорқатын ештеңке жоқ ол. Сіздің соперник өзіңіз таңдап аласыз, кіммен шығам десеңіз өзіңіз таңдап сөйлесіп, бәрімен ақырын көре бересіз. Сіз менімше мықты саяқсыз, Мейрамбек, солар женес бәрі мықты боласыз, шықсаңыз болады сізге. О қорқатын нәрсе емес, ақша аласыз, бәрі нормально. Ол несі жаңағы түгел. Оның өкінетін ештеңке жоқ ол. Анау айтты, мынау айтты, ақша тапты, не қыласың оны айтыр. Жүр ғой елдердің бәрі еріккенен жүрген жоқ. Қорқасың ба бір нәрсе айтыр. Сескенесің бойға келген кезде атак отырып аласың да анау мынаумын деп жаңа құдайымын деп анаумын деп айтқан кезде бәле дейсің. Бірақ жаңағындай бойға келген кезде тармайсыз десің, жомана. Бұл не сен? Уағыз. Не қорқып отырсың, фамилияңды айтамын. Қормысың сен, келе алмайсың, қорқақсың біле. 8 бұрыштан қорқақсың. Вот сен жігіт емессің, көрсеттің жігіт еместігіңді. Сен жігіт емессің, фамилияңды айта алмай отырсың, бейби. Вот сол ғой, сен жігіт болсаң келсең, жігіт болсаң кел. 8 бұрышқа шығайық, 8 бұрышқа шығайықшы конкретно, е. Мен саған ұйымдастырып берем, бейби. Мені подарокты ше. Айтшы, фамилияң. Қайда келемін саған? Екеуміз клеткаға шығайықшы, болды. Тек сөзің көбейіп кетті өзі. Қайда клетканы? Далада төбелесеміз, мен камера үшін төбелеспеймін. Мен сен Джекишан, мен сен уважать еттімші жаңа басында. Но сен допускать еттің деймін. Мен сені сыйлап отырдымшы басында. Қорқасың, сен бүйтесің. Джекишан, ты просто не сталкивался бар ғой. Сен енді көрдің, Джекишан. Просто айтшы, қайдасың сен қазір? Точный жеріңді айтшы, тұратын. Мен Алматыға келсем болды, Алматыға. Сен келе алмай тұрсың ғой, Алматыға. Келсейші. Просто неңді айтсай, қайдасың сен? Алматыдамын мен, Алматыдамын. Кеш, Алматыдамын. Не қорқып отырсың, не адрес, не фамилияңды айта алмай отырсың? Уағыз айтып, өйстіп отыра беретін болсаң, бірақ бір жігіттігін көрсетсейші, талды көрганы бір намысын көтеріп деген сияқты бір жігіттігінді көрсетсейші, отыра бересің ба, сөйтіп ана сен мойына байлап алып, ненді. Менің жігіттігім осыда ғой. Менің жігіттігім дұрыс әңгімеде, дұрыс нәрседе. Жауды анық көру. Мен жасап атқан нәрсем дұрыс емес па, сонда айтшы конкретно, бетіме айтшы, мен жасап атқан нәрсем дұрыс емес па, сонда не? Енді кішкентай баланы ұрдың, мысалы, мапоқты. Бұл дұрыс емес өзара. О кішкентай бала ма не? Ну, кішкентай ғой, сенен неше есе кішкентай мысалы. Кішкентай, мен білмеймін, мен өз басым мысалы. Мысалы, ертең күні, мысалы, мен... Біріншіден қара, мен саған только жақсылық тілеймін біріншіден, Джекишан. Первое место, өзінің семьяңды қайтар, жігіт болсаң. Семьяны жігіт ешқашан қалдырмайды. Түсінді ма? Это первое. Тем более найман болсын. Наймандар, олар адал болады семьяға. Сен неге бүйтіп атсың? Если сен батыр болсын, сен білесің ба, кім? Дарабоз деген, это Ерасыл батыр ғой. Батыр. Түсініп атсың ба? Батыр семьяны қалдырмайды ешқашан. Сен семьяңды, қызыңды иіп, өзінің әйеліңді қалдырып кеткенің, это батырлыққа жатпайды. Какой-то кішкентай баланы клеткада ұру, ол батырлыққа жатпайды. Мына жерден кеп бөсіп, неше түрлі әңгіме айтып, арасында боқтау, ол батырлыққа жатпайды, Джекишан. Сен қалай дарабозсың сонда? Ал сен қалай пайғамбарсың? Ал сен қалай пайғамбар сонда сен? Мен тек жақсылық жасаймын, Джекишан. Менен қандай минус көрдің сен? Мен саған әлі бір боқтаған жоқпын. Ал оны сен қалай пайғамбарсың? Маған абайсым айтып берші мен саған. Мен сен бауырым деп кетемін өмір бар. Сен қайдағы пайғамбарсың сен? Жүрген біреусің ғой сен, боғымды жеп нақыл.
міне опять боқтап отырсың. Мында кішкентай қаракөз қазақтың қыздары отыр, оның алдында мәдениетсіз болып боқтап отырсың сен. Бұл не тірлік бұл сонда? Сенде не? Кім тәрбиелеген сені, Джеки Чан? Кімнің баласысың сен? Айтшы, әкең бар ма өзі? Әке шешем жоқ, қайтыс болып кеткен. Енді сен солардың абыройын неге төгіп отырсың енді, әке шешеңнің? Олар сенің баласы осындай болсын, көпшіліктің алдында боқтап, жалмауыз көрінсін деп туды деп ойлайсың ба? Сенің шешең 9 ай бойы сені көтеріп, осындай бала тусын деп жүрді дейсің ба? Неге сыйламайсың? Сол сенде түсініктерің соншама бейбей. Даланың балалары, олар шешеден басталады ғой, бүкіл сый апаттың бәрі. Джеки Чан. Давай, сөйлей бер. Мен қатып кеттім да. Қазір кішкене ойнайымда қайтадан кірем. Ертең тағы да ойнайықшы, бебей. Жарайды. Мен одан қысылмаймын, Джеки Чан. Ертең тағы да ойнайықшы. Ертең кімді ойнайды? Кімді қайтып қойдым жаңа? Апамыз деген. Құдай өзі сонымен бойға шыққан, вызовын қабылдадым, сонымен де шығатын шығармын ертең. Сонымен де ойнаймын. Ылғи өздерін ығай мен сығай нақыл солармен ойнап көрейші, ағай мен сырай деп жүрген біреулерсіңдер ғой. Алпамыстың планетасы вообще шакал ғой жүрген. Шакалет етіп кетті бір бейшараны. О, шакал бала. Ода дым планета жоқ. Ол шакал десең, сол шакалды мен сол 8 бұрышта шакал қыламын оны мен. Оны 8 бұрышта шакалдығын көрсетемін. Сол көз айтасың маған рахмет деп. Вот это я базар жоқ, мен түсінемін. Дұрыс қалып қойды. Алпамыстың андай ертең ойнайықшы, ертең мен қайтадан ойнаймын секірің, иә? Перчаткамен там детский андай темаларға. Сен дикий болсаң, қай жерің дикий бе? Сен вот мен дикиймін, мен пещерада өмір сүргем. Мен динозаврмен шапқам. Вот мен дикиймін. А сен несің ғой, домашнийсің ғой, сен былайша айтқанда. Сен қай жерің дикий сен, айтшы маған. По факту айтшы, Джеки Чан. Қандай дикий болатындай, не пещерада өмір сүресің ба сен? Айтшы. Дикий болсаң сақалың қайда сен? Көп сөйлемейді. 8 бұрышқа шығасың ба мен? 8 бұрышқа сол кезде көресің мен. Дикий болсаң сақалың қайда? Басқамын ба сол кезде көресің. Мына жерден кішкене бір тише жақта. Көке, дарабоз көке дейтін боласың. Дарабоз көке дейтін боласың. Сен білесің ба дарабоз деген кім екенін? Сен де дарабоз деген сөздің позорын шығарып отырсың ғой. Пікірлеріңізді комментарияда күтемін. Ал егер де видеоны жақсы лайк басуды ұмытпаймыз достар. Сау болыңыздар.